Құрметті замандастар, мен сіздерге биткоин осыдан 14 жыл бұрын қанша тұрған, сколько орысша жазам, себебі бұлар стоил биткоин 22 майы 2010 жыл деп жазайық. Года дедік. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Сколько стоил биткоин? Міне, сколько стоил 1 биткоин? Осыны береміз. Сколько стоил 1 биткоин 22 года? Қазір осының үстінен басамыз. Міне қараңыздар. 22 май 2010 жылы биткоин $0 США дейді. Ал саған керек болса. Енді $0 ар жағында бір цент тұр ғой, енді. Бір какой-то цент болып тұр ғой, примерно. Енді мінеке жазып тұр. 22 майда $0 США болған мужчина по имени Ласло договорился с другим ранним энтузиастом биткоина дейді. О доставке к нему домой 2 пиц, 2 пиццаны үйіне әкеліп берген ғой. Жаңағы доставкаменше. Соған жаңағы фото обмен жасаған 10.000 биткоинға. Мен жаңа сіздерге көрсеттім ғой, видеоны түсіндірдім ғой. Соны міне осылай көрсетіп қойған. Яғни содан бастап ерге жазып тұр. Курс биткоина во все времена как менялось. Қай кезден қалай ауыстырылды, үстінен басамыз. Сол уақыттан бастап биткоиннің курсы қандай болған. Бүгінгі таңда биткоиннің курсы 70 000 ар жақ бер жағында болып тұр. Соны бізге көрсетіп жатыр. Первая криптовалюта бирже 2009 жылы появилась дейді. 2009 емес, 31 октябрь. Енді әркім білгенін жазып жатыр. Менің тапқан информациям 2008 жылы 31 октябрьде тапқан деген сөз. Сонда таинственный разработчик Сатоши Накамото завершил создание протокола платежной системы дейді. Яғни бұл онлайн ақша ғой. Соның протоколын бітірген 3 январь 2009 жылы 50 монета биткоин уже жаңағы нарыққа шығып, енді добываться етіп болған, яғни шығып болған деген сөз. Ары қарай неде жазып тұр? Цена биткоина, отклоните берейінші. Цена биткоина с тех пор переживает взлеты и падения дейді. Яғни көтеріліп түсіп жатыр. Все больше внимания, а государство спорит о легализации цифровых актив или наоборот запрещать их дейді. Бұл уже біртіндеп легализация жасалды. Бүгінгі таңда бізге көрсетіп тұр биткоиннің графигін. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай 25-тен бастаған графикті көрсетіп тұр. $25,000. Көрдіңіздер ме? Бұл ұзақ мерзімдегі стратегияда биткоинді ұстаған адамдар үлкен ақша тауып жатыр дегенді білдіреді. Ниже жазып тұр. Начальная цена биткоина на момент появления первого блока криптовалюты фактически равнялись нулю дейді. Нөлден, егер сіз биткоинді алып кошелекте ұстап отырған болсаңыз, бүгінгі таңда 30 миллион тапқан болар едіңіз. Цена биткоина по годам дейді. Цена биткоина по годам өсіп жатыр. Тек қана ары қарай да өсе береді. Себебі әлем бойынша осыдан 5 жыл бұрын информацияда 5% қана халық пайдаланатын еді. Қазіргі таңда 10-ға жетті ме, жетпеді ме? Примерно 8 болған шығар. Болашақта басқа проценттер қосылған кезде өздеріңіз не болатынын білесіздер, болатынын біліп жатырған шығарсыздар. 2009 жылы биткоин ешқандай ақша тұрмаған көрініп тұр. 2010 жылы уже 17 мартта криптобиржа bitcoinmarkets.com деген ашылған 2010 жылы. Біртіндеп жаңағы тарихқа кіріп келе жатырмыз. Енді ары қарай бізге жазып жатыр. Американец алып жаңағы самый легендарный 2 пиццаны 10.000 биткоинға алған.
Ол кезде бірінші криптовалюта 0.0025 тұрған екен. Қараңыздаршы. 0.0025. Сонда ол жаңағы пиццаның құны 25 долларға. 25 долларға тура келген ғой. Сонда 25 долларды сол кезде құнмен санаған кезде жаңағы 10.000 биткоин шыққан. 10.000 биткоин. Оның бағасы былтырғы құнда 241.778 миллион доллар болып шыққан. Бүгінгі таңда одан да көп. Өздеріңізге жаңа жоғарыда көрсеттім. Яғни 2011 жылы алғашқы криптовалютаның прорыв деген өсу мүмкіндігі пайда болған. Прорыв деген енді көтерілу деген сөз ғой. Одан кейін биткоиннің бағасы 1 долларға көтеріледі. Жаңа 0.0025. Мына жерде мына баға маған ұнап тұр да. 0.0025. Осындай баға кезінде, мысалы, ұстамай, мен енді параллельно тура осындай монетаны біздің мына жерде, мысалы, бүгінгі таңда бізде смарт монетаны көрсетіп кетейінші. Елдің бәрі жақтырмай, бұл ақша бола ма, болмай ма деп шеке бастары тырысып, қайдан ғана келдік, қайдан ғана алдық деп отырған смарт монета, прям совпадение, мен білген жоқпын бұның осындай болып тұрғанын. Біріншіден, екіншіден, биткоиннің бүгінгі таңда жаңағы осыдан жаңа 14 жыл бұрын как раз мынау Ласло Ханич жаңағы 2 биткоинді 10.000 жаңағы 2 пиццаны 10.000 биткоинға заказ беріп алып жатырғандағы бағаның бұндай болып жатырғанын тіптен білген жоқпын. Яғни қазіргі таңда сіздер үшін мына 10.000 биткоинді ол болмайтын центқа пицца жеп алғаны сияқты, сізде болмайтын центқа осылай жаңағы құртып жібермесеңіз, қайдан білесіз, может 14 жылда сіздің сабыр көкеңіз әрине шыдаса, не деген ақшалар болатын шығар. Тура мынау Ласло Ханич сияқты шайнайын десеңіз, бармағыңызды жаңағы бармағыңызға аппетитіңіз ашылмай қалған сияқты, қараптан қарап өзіңіздің смарт-коиндарыңызды, енді смарт-коин қатты жаңағы өсім бермейді, биткоин сияқты. Бәрібірде мынандай бағадан мынандай бағаға барғанның өзі үлкен ақшаны алып береді ғой бізге. Сондықтан дәл қазір мені тыңдап отырған менің замандастарым, биткоиннің, криптаның заңдылығын сақтасаңыздар, міне біртіндеп осы информацияның бәрі ютубта неде бар, гуглда. Қай жылы биткоиннің қанша болып жатырғанын барлығы осылай көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан құрметті менің замандастарым, болмайтын теңгеге шығармаңыздар. Ұзақ мерзімдегі стратегияға қараңыздар. Қараңыздар, қандай жылдан жылға биткоин өсе берген. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне, қандай өскен биткоин. Тура осылай сіздердің де ақшаларыңыз міндетті түрде өсетін болады. Көрдіңіздер ме? Сабыр сақтап, өздеріңіздің білімдеріңізді дамытып, биткоинді деппін, крипталарыңызды төмен бағаға сатпаңыздар. Сабыр сақтаңыздар, білімдеріңізді дамытыңыздар. Қандай керемет мүмкіндік келе жатыр біздің алдымызда. Соны түсінсеңіздер, сіздерде ешқандай паника болмайды. Осы видеомен бөлісіңіздер, өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.